Лайфхактар. Данияр Жігітбек. Арманыңды алыстатпа. Студент кезімде бір мотивациялық кітап оқыдым. Ішінде бір тапсырма бар екен. Былай деп тұр: армандарыңызды және тұсына оған қашан жеткіңіз келетінін жазып шығыңыз. Сөйтіп армандарымды тізіп шықтым. Сол армандарымның біреуі еске түсіп тұр. Қажылыққа бару 20 жылда деппін. Ол кезде 20 жастамын. Сонда 40 жасыма қарай қажылық жасауды армандаған екем. Бірақ өмірде кейбір армандар біз ойлағаннан да тез орындалады екен. Осы арманымды қағаз бетіне түсірген сәттен 4 жыл өткеннен кейін 24 жасымда қажылық жасау бақыты бұйырды. Арманыңды мақсатқа айналдырып жоспар құрған жақсы, бірақ біз кейде жоспар құрамыз деп арманымызды алыстатып алатын сияқтымыз. Мысалы, шетелдік туристерге гид болуды армандайтын жас өрен алдымен тіл курсына барайын, элементарийден адванске дейін жолды жүріп өтейін, шетелге барып келейін, сосын гид болып жұмыс істей бастаймын деп өзіне бір жоспар сызып алады. Ол арманын өзінен не үшін алыстатып жатыр? Егер қазіргі білімімен қажет болса, разговорникті алып гид болуды бастап кетсе ше, жетпей жатқан білім мен тәжірибесін сол жерде толықтыра береді. Мен Құранды түпнұсқадан оқып түсінуді армандадым. Сөйтіп тажуидті үйрене сала Құранның бірнеше арабша тәпсірін сатып алдым. Арманымды осылайша жақындатып келді. Түсінбесем де парақтап, таныс сөздер кездессе қуанып қалғанын сөздіктен іздедім. Грамматика ережелерін содан кейін оқи бастадым. Менен бір студент жігіт: мен білім және ғылым министрі болуды армандаймын. Министр болу үшін белгілі бір кезеңдерден өтуің керек, жасың келуі керек дегендей арманымды қалай жақындатам деп сұрады. Мен: сіз қазір министр болмасаңыз да өзіңізді ойша оның орнына қоя аласыз ғой. Мысалы, онлайн оқуды қалай оңтайлы етеміз? Баланың шын білімін көрсететін тестілеу жүйесі қандай болуы керек? Тағы басқа сұрақтарға бас қатырыңыз, шешімін іздеңіз. Құдды бір министрлік сізге қарап тұрғандай, өзге елдердің тәжірибесін зерттеңіз. Осы саладағы жаңалықтарды оқып жүріңіз, әр шешімге анализ жасаңыз деп жауап бердім. Кім біледі, бізде де саяси жүйе өзгеріп, Грузиядағыдай 24 жастағы министрлер пайда болатын шығар. Ал сіз қай арманыңызды алыстатып жүрсіз? Оны жақындату үшін дәл қазір не істей алам деп ойлайсыз? Қарапайым шешімізде. Біз бір проблеманы шешкенде бірден күрделі шешім іздеп кетеміз. Ойланасың, толғанасың, ақыры бір қарапайым шешімін табасың. Ең дұрысы, шешім әрдайым қарапайым болады. Мысалы, есеп шығарған кезде еске алыңызшы, ойыңызға бірден қарапайым шешім келмейді ғой. Адамның ойлану ерекшелігі сондай ма деймін. Ең алдымен бәрін қиындатады, сосын күрделіден қарапайымға қарай жүреді. Олай болса, келесіде неге бірден қарапайым шешімді іздеп көрмеске? Қарапайым істі түсіну жеңіл һәм орындау оңай. Бизнес бастағысы келген жігіт: инвесторды қайдан табам? Шетелден қалай тауар алдыртам? Қай жерден офис ашам? Тағы басқа күрделі мәселелерді ойлап кетеді. Одан гөрі қарапайым нәрселерді ойласа, ойын тезірек жүзеге асырар ма еді? Мысалы, алғашқы қадам ретінде үйдегі 2 кітаптарды сатып көрсін. Сату психологиясын түсіне бастайды. Саудасы жүрсе, баспадан кітап алып оны сатады. Сөйтіп, қарапайым қадамдар арқылы оны сатады. Қадамдар арқылы үлкен кәсіптің негізін қалайды. Миллиондар, миллиардтар тауып жүрген ағалардың әңгімесін тыңдасаң, қарапайым нәрселерді айтады. Саттым, алдым, келістім, тағы басқа. Олар бірақ ескі кітаптарын емес, қымбатырақ заттарын сатады. Бірақ жасайтын қадамы, қабылдайтын шешімі тура сол, қарапайым. Қарапайым іс дегеніміз түсінуге жеңіл һәм орындауға оңай іс. Мен кез келген істе әрдайым қарапайым қадамды және ойлаймын және осыны жасаймын. Миға да, ерік-жігерге де салмақ түспейді. Біраз шаруам бітеді. Қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер деп айтып кеткен Мұхаммед пайғамбар
алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Әдетте екі шешімнің қайсысы жеңіл болса соны таңдайтын. Баламды жан-жақты дамытам деп курс іздеп, оның ақысын төлеу үшін күні-түні жұмыс істеп қиындатудың орнына онымен күніге 20 минут бірге уақыт өткізу қарапайым шешім. Бірақ баланың дамуына тигізер пайдасы да одан кем түспейді. Ұстаз шәкіртіне, басшы жұмысшысына тапсырманы қарапайым етіп берсе, ол көп жағдайда орындалады. Себебі оны түсіну жеңіл, һәм орындау оңай. Неге тапсырмам орындалмай жатыр десеңіз, осы жайлы ойланып көріңізші. Біз не үшін қарапайым істерді істемейміз? Алдыңғы жазбамда қарапайым істердің маңызы жайлы айттым. Қарапайым іс түсінуге жеңіл һәм орындауға оңай іс. Мұны білсек те не үшін қарапайым істерді істемейміз? Мысалы, күнде 10 минут тіл үйрену қарапайым іс. Балаңмен 20 минут уақыт бірге өткізу қарапайым іс. Таңертең 30 минут серуендеу қарапайым іс. Қарапайым істі бір рет істеу оңай, өте оңай, бірақ тұрақты істеу қиын. Күрделі іс бірнеше жүздеген, мыңдаған қарапайым қадамнан тұратын іс. Сонда біз бірақ нәрсені үйренсек, өміріміз түбегейлі өзгереді. Ол тұрақты болу. Тұрақтылық жайлы кайдзен бөлімінде айтам. Бірде менен бір жігіт намазды қаза қылмай тұрақты оқу үшін не істеу керек деп сұрады. Ерекше жауап күтті білем, бірақ менің жауабым қарапайым болды. Қаза қылмау, тұрақты оқу үшін жай қаза қылмай тұрақты оқуың керек дедім. Шешімі қарапайым. Түптеп келгенде бәрі бір істі жай істеуге, тұрақты істеуге кеп тіреледі. Біздің басқа бір шешімді іздеуіміз осыдан ба деймін. Біз күрделі шешімді іздеу арқылы өзіміздің әрекетсіздігімізді ақтап алатын сияқтымыз. Яғни бізге қарапайым істі істей салғаннан гөрі күрделі істі ойлап жүру тиімдірек. Керек vs келеді. Біз ертеңгі күнімізді жоспарлаған кезде ішкі диалогымызға үңілсек, керек деген сөзді жиі қолданады екенбіз. Мысалы, бәленшемен кездесуім керек, ананы істеп тастауым керек, таң намазына тұруым керек, тағы басқа. Осы керек деген сөзде міндет бар, жүк бар, ал мидың басты функциясы энергиямызды барынша үнемдеу. Сол үшін керек істерді кейінге қалдырғымыз, істемей-ақ қойғымыз кеп тұрады. Келеді деген сөз бар. Керектің антонимі. Мынаны істегім келеді, ана жаққа барғым келеді, тағы басқа. Бұл сөзде қалау, еркіндік бар, шабыт сыйлайтын да сияқты бір ой туды. Енді ертеңгі күнімізді жоспарлағанда керектің орнына келедіні қолдансақ қалай? Мысалы, таң намазына тұруым керек дегеннің орнына таң намазына тұрғым келеді десек, бұрынғыдай бір ауыр жүк сезілмейді. Тура сол сияқты ертең магистрлік диссертациямның 2 бетін жазып бітіргім келеді, 30 минут кітап оқығым келеді, тағы басқа десеңіз, айырмашылықты байқайсыз. Өмірімізде келеділер неғұрлым көп болса, өзімізде соғұрлым бақытты сезінеміз. Өстіп керектерді келедіге ауыстырып, біраз нәрсені жеңілдете аласыз. Керісінше келеділерін керекке ауыстырып, өмірін қиындатып жүргендер де бар. Қателік жасау ықтималдығын қалай азайтамыз? Адам күніне шамамен 1 миллион шешім қабылдайды екен. 1 миллион. Қателік жасау ықтималдығын барынша азайту үшін не істеу керек? Білім керек. Көп оқу һәм соны көңілге тоқу керек. Кейде кітап оқып жатқанда осы маған кейін керек бола ма, уақытымды бекер өткізіп жатқан жоқпын ба деген сұрақтар пайда болуы мүмкін. Керек болады, себебін айтайын. Адамның санасы сознание және түп санасы подсознание болады. Көрген, естіген, дәмін, иісін сезінген сезім мүшелері арқылы қабылдаған нәрсеміздің бәрі біз сана сүзгісінен өткізбесек те түп санаға өтеді. Түп сананың көлемі шексіз. Ол бүкіл ақпараттың қоймасы іспеттес.
шешімдеріміздің 10% ғана саналы түрде, қалғаны түп санадағы ақпарат негізінде қабылданады екен. Сондықтан не оқып, не тыңдап, кіммен араласып жүргенімізге мән беруіміз керек. Қиын қыстау сәттерде басыңа іс түскенде түп санада сақталған ақпараттың көп көмегі тиеді. Апатты жағдайда дұрыс шешім қабылдап, ұшағын сәтті қондырған ұшқыштың оқиғасы еске түсіп тұр. Одан бұлай шешім қабылдауының сырын сұрағанда, кезінде оқыған кітаптарының бірінде осыған ұқсас мәселені кездестіргенін айтқанын. Бұл шешім бірнеше секундта жасалған, саналы түрде жасау мүмкін емес. Бұл адам неғұрлым пайдалы ақпаратты көбірек сіңіріп, білімді адамдармен көбірек араласса, оның болашақта қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдап кету ықтималдығы да соғұрлым жоғары болады деген сөз. Әр қадамымыз белгілі бір шешімнің нәтижесі. Мына қарбалас тірлікте тура жолдан таймай бұрыс бағытқа ауып кетпеу үшін сені үнемі түзеп отыратын біреу керек. Себебі сен пендесің, әлсізсің. Әр намазда оқылатын Фатиха сүресінде бізді тура жолыңмен жүргіз деген керемет дұға бар. Күн сайын 5 уақыт жаратқанға жүгініп, осы дұғаны күбірлеп айтуымыз да бекер емес. Бір сәт тоқтап, Құдайдан келесі намаздың уақыты кіргенше біздің жасаған әр шешіміміз, әр қадамымыз дұрыс болуын сұраймыз. Сонда біз барар жерімізге ең қысқа әрі дұрыс жолмен жетеміз. Ағза қанағат vs максимализм. Алматыда орталықта жүрсең, күндіз көлік қоятын жер табу проблема. Орын жоқ емес, бар. Тек діттеген жеріңе барынша жақын, ыңғайлы етіп қойғың келеді. Негізі бір квартал төмен тұрақта бір орын бар еді. Одан да күштірек жер табам деп жүре бересің. Сөйтіп орын таппай 2-3 айналым жасап бір жерге қоя саласың. Өз басым мынадай ереже жасап алдым. Бірінші кездескен ыңғайлы тұраққа көлігімді қоямын да ары қарай жаяу жүремін. Жаяу жүру де денсаулыққа пайдалы. Бастысы көлігіммен артық айналым жасамаймын. Бензинді де, уақытымды да, жүйке жасушаларымды да үнемдеймін. Герберт Саймон деген ғалым өткен. Ол азға қанағат ету максимумге ұмтылудан тиімдірек екенін математикалық түрде дәлелдеді. Сол үшін оған 1978 жылы экономика бойынша Нобель сыйлығын сыйлады. Саймон адамның ойлануға қажет ресурстары шектеулі екенін айтып, дұрысы максимумға жету жолдарын қарастыра бермей, бір шешімді қанағат тұту керек екенін көрсетті. Жар таңдау мәселесінде де бұл принципке жүгінген дұрыс па деп қалдым. Таңдаған тазға жолығады деп жатады. 3-4 жыл бір қызбен жүріп, аяқ астынан 3-4 ай кездескен басқа қызбен үйленіп кеткен жігіттерді білем. Идеал адамды іздей бермей, басты талаптарыңа сайма болды, үйлене бер деген сөз ғой бұл. Балама кезінде дұрыс көңіл бөле алмадым деп көңілі құлазып отырған ана, бастысы оны оқытты, киімін, тамағын, ең қажетті минимумды берді ғой. Соны қанағат тұтса, өзін сөге бермейтін болады. Паретто заңына сәйкес, сіз жасаған жұмыстың 20% сізге 80% нәтиже әкеледі екен. Бір қызығы, қалған 20% нәтижеге жетем десеңіз, оған жұмысыңыздың 80%-ын арнауыңыз қажет болады. Сол үшін кейде бір істі максимумға жеткізсем деп немесе ең дұрыс шешімді табам деп уақыт жұмсамай барға қанағат етуде дұрыс. Көп жобаның аяқсыз қалып жатқаны да осы максимумға ұмтылудан ба деп ойлаймын. Ал сіз қай істі шегіне жеткізе алмай жүрсіз? Истихара, Алламен ақылдасу. Біздің әр сәтіміз шешім қабылдаудан тұрады. Шешім қабылдамау да ештеңе істемеймін деп шешім қабылдау. Өмірде жауапты қадам жасайтын сәттерім болды. Мысалы, мамандық таңдауда, жұмысқа тұрарда, жар таңдауда, соның бәрінде қателеспей дұрыс шешім қабылдауда мен истихара дұғасына жүгіндім. Истихара, Алламен қандай да бір іс жөнінде ақылдасу. Истихара дұғасын жаза кетейін. Аллахым,
іліміңе сеніп, мен сенен ниеттенген ісімнің жақсылығының белгісін тілеймін. Құдіретіңе сеніп, сенен күш-қуат сұраймын. Жақсылыққа жетуімді сенің асқан рақымдылығыңнан тілеймін. Өйткені сенің барлық нәрсеге күшің жетеді. Менің күшім жетпек емес. Сен күллі нәрсені білесің. Мен білмеймін. Сен ғайып әлемді тұтас білесің. Аллахым, сен бұл іс менің дінім, өмірім, ісімнің ақырына немесе дүние мен ақыретіме пайдалы болса, осыны маған нәсіп ет, оны маған жеңілдет, одан кейін маған мол береке бер. Ал егер бұл іс менің дінім, өмірім, ісімнің ақырына және дүние мен ақырет әлеміме жаманат әкелетін болса, менен алыстат, мені де одан алыстат, жүрегімде оған деген иілу ізін қалдырма. Жақсылыққа тек жақсылыққа жеткіз, содан кейін онымен мені разы ет. Истихара дұғасының әсерін көрсету үшін өмірімнен мысалдар келтірейін. Мен IT университетте оқыдым. IT-дің көп саласы бар. Екінші курстан кейін нақты бір салаға қарай мамандану керек болды. Бізге таңдаңдар деді. Мобильді қосымшалар жаққа барайын ба, веб-программист болайын ба, компьютерлік желілер жағына кетейін бе. Истихара дұғасын оқып алдым. Түс көрмедім, бірақ жүрегім компьютерлік желілер жағына қарай бұрды. Негізі адам өзі іштей сезеді. Сосын сол саланы 2 жылдай оқыдым. Сол салада жұмысқа тұрдым. Нәпақамды тауып келем. Шетелге бардым, ел араладым. Жақсы ақша таптым. Қысқасы, истихарадағы нәсіп ет, жеңіл ет, береке бер формуласы қабыл болып жатыр. Истихара оқып келген шешімнен кейін бір жақсысы артқа қарамайсың. Себебі Алланың саған көрсеткен жолы ең қайырлы, ең дұрыс. Ал мәселеде күмән болмауы керек. Тағы бір мысал, кейбір жыл өңешіме кішігірім ота жасап, дәрігер ендігәрі мүлде ораза ұстауға болмайды деген еді. Салым суға кетіп 1 жыл ораза ұстай алмадым. Бірақ басқалардың бұл мерекеде қуанып жүргенін көріп, менің де осы рухани ләззаттан құр қалғым келмеді. Үмітсіз шайтан дейді ғой. Сөйтіп келесі жылғы оразаның алдында истихара дұғасын оқып алдым. Дәрігерлер рұқсат бермегенмен өзімді жақсы сезіндім. Бір жағынан денсаулығыма зияны болса ше деп қоям. Денсаулық аманат. Алла бізге ауырлық қаламайды. Соңғы сөзді Раббымнан күттім. Онымен ақылдасып алдым. Болашақта маған ненің қайырлы, ненің зиян екенін сол ғана біледі емес пе? Көп өтпей түс көрдім. Түсімде бір имам өті жоқтар да ұстап жүр. Оның жанында сенікі ештеңе емес қой деді. Бұл сөз жүрегіме жетті. Раббымнан келген хабар деп ұқтым. Кәміл сендім. Истихараның жауабы жүрекке түседі. Өзіңіз сезесіз. Сөйтіп Аллаға тәуекел етіп, сол жыл ораза ұстап шықтым. Нәсіп ет, жеңіл ет, береке бер формуласы тағы да жүзеге асты. Нәсіп ет, жеңіл ет, береке бер. Аллаға шүкір, әлі күнге дейін оразам денсаулығыма кері әсерін тигізбеді. Сол сияқты үйленерде де, жұмысқа тұрарда да истихара дұғасын оқу арқылы ең жақсы нәтижеге қол жеткіздім деп ойлаймын. Күмән жоқ. Кейде истихара дұға оқығанда ішара түсіңізде не өңіңізде келмеуі мүмкін. Истихара оқып бірден іске көшу керек. Іс қайырлы болса, жоғарыдағы нәсіп ет, жеңіл ет, береке бер формуласы жүзеге асады. Қайырлы болмаса, ол істен Алла өзі-ақ алыстатады. Ситуация солай өзгереді. Мысалы, мен үйленерде истихара оқығанымда ешқандай белгі болмады, бірақ әр қадамымды истихара оқып жасап жүрдім. Ақыры сол жанға үйлендім. Демек, бұл нәтижені Алла мен үшін ең дұрыс деп тапты. Егер бұл қайырлы шешім болмаса, мен бұл жанмен отау құрмаста едім. Бір іске кірісерде барлығын сүзгіден өткізіп, оң-солыңнан саралап, сосын Раббыңызбен ақылдасып алыңыз. Ешқашан қателеспейсіз, әрі ең дұрыс жолды таңдайсыз. Сосын артқа қарамайсыз. Проблеманың шешімін түсінде көру. Өміріміздің 1/3 бөлігі ұйқымен өтеді. Сол үшін уақытымыз
аз деп налып жатамыз. Сөйтсе, ұйқының көп мүмкіндіктерін пайдаланбай жатыр екенбіз. Мысалы, ұйқыға жатарда шеше алмай жүрген проблемамызды ойласақ, түсімізде оның шешімін таба аламыз. Төмендегі деректер бұны қуаттай түсетін сияқты. Неміс химигі Фридрих Кекуле түсінде бензолдың формуласын көрген. Менделеев химиялық элементтер кестесін, Месроп Маштоц армян әліпбиін, Нильс Бор атомның құрылымын, Данте құдіретті комедияның идеясын, Сэмюэл Колридж құбыла хан поэмасының образын, Мэри Шелли өзінің Франкенштейнін. Ұйықтарда шеше алмай жүрген проблемаңызды ойлап жатыңыз. Ең дұрысы ақ параққа жазып қойыңыз. Адамның миы 24 сағат қосулы. Сіз ұйқыға кеткенде де ол миллиардтаған операцияларын жүзеге асырып жатады. Түсіңізде проблемаңыздың шешімін көруіңіз әбден мүмкін. Тұзы көп тамақ жеп жатып қалған адамның түсіне міндетті түрде өзен, көл, теңіз кіреді емес пе? Уайымшылдықтан қалай құтылуға болады? Мен бұрын уайымшыл болатынмын. Әдетте көп нәрсеге үлкен жауапкершілікпен қарайтын адамдар уайымшыл боп келеді. Уайымшылдық мені стресске апаратын. Асқазаным ауырып, еркін тыныстай алмай, өмірдің ләззатын сезінбейтін кездері де болған. Кейін бұл күйде жүру дұрыс емес екенін түсініп, өз ішкі әлеміме үңіліп, эмоциялармен жұмыс істей бастадым. Курста оқып жүргенде бір хадисті оқып қалдым. Сол хадис өмірімді қатты өзгертті. Мағынасы мынадай: кімде кімнің басты қамы, уайымы, өткінші дүние болса, Алла оның істерін шашып тастайды. Ол қанша жерден жинауға тырысса да түбі еңбегі еш болады. Ал кімде кімнің басты қамы ақырет, яғни қандай да бір ісім ақыретте Алланың құзырында қалай қабылданады деген уайым болса, Алла оның барлық ісін бір жерге жинап қояды да дүние оның тізесіне кеп иіліп тұрады. Бұл дүниеде уайымға түсіретін заттар шаш етектен, діңгегің берік болмаса қиын. Содан бастап менде бірақ уайым пайда болды. Бұл ісім ақыретте өзіме қалай қайтады деген. Былайша айтқанда, бұл ісіме Алла разы бола ма, жоқ па деген уайым. Бұл жақсы уайым. Үнемі жинақы жүресің, артық ойға шашылмайсың, шаршамайсың. Дін жайлы, діннің практикалық тұстары жайлы көп айтуға болады. Тахажуд намазынан артық медитация кездестірмедім. Кейбір адамдардың медитация жасап едім, жеңілдеп қалдым. Адамдарға күліп қарайтын болдым, ашуланбайтын болдым деп жақсы пікірлерін көріп қуанып қалам. Өзім де медитация жасап көрген адам ретінде пайдасы бар нәрсе екенін растаймын. Дегенмен түнде тұрып тыныш жерде Раббыңмен жалғыз қалып қою, қол жайып дұға қылған күйге ештеңе жетпейді. Артық стресс, артық уайым, артық проблемадан арылудың бір жолы Құдайды жиі еске алу. Уайымның табиғатын түсіну де одан құтылуға жол ашады. Мидың жұмыс істеу принципін ескеру керек. Мәселен, ойларымызды эмоционал бояулармен қанықтыратын лимбикалық жүйе деген ми бөлігі бар. Бір нейтрал ойды маңызды не маңызсыз етіп көрсететін де сол. Соны түсінген кезде уайымға жеңіл қарайтын болдым. Бір нәрсе алаңдата бастаса, бұл мені не үшін алаңдатып жатыр? Мәселе сондай маңызды ма? деп өзіме сұрақ қойып, лимбикалық жүйенің жұмысына анықтап алуға тырыссам. Сосын ойша сол қанық бояуларды сұр түске бояп, ойларды нейтрал етуді үйрендім. Мен үшін адам өз ойын басқару арқылы ми құрылымын, ми жұмысын өзгерте алады деген факт үлкен жаңалық болды. Эмоцияны да оймен басқаруға болады. Бұрын эмоция біздің еркімізден тыс туатын зат деп ойлайтынмын. Осыны түсінген адам өзін жетілдіруде жаңа деңгейге көтеріледі һәм артық уайымнан арылады. Тәуекелді басқару. Тәуекелді басқару деген ұғым бар. Орысша риск менеджмент. Бізді алаңдататын, уайымға батыратын, ұйқымызды қашыратын ойлар болады. Болашақ бұлыңғыр, шешім қабылдауға тәуекел керек. Жаңа бастаманы қолға алған, алға қадам жасауға ниеттенген жандар түсінеді. Алдап кетсе ше,
уәдесінде тұрмаса ше, ұшақ ұшпай қалса ше, жол жабылып қалса ше, сонша ақша қалған тауарым өтпей қалса ше, отасқан адамым басқа болып шықса ше, тағы басқа. Осындай ойлар маза бермейді. Енді қайтпек керек? Тәуекелді басқарудың үш негізгі ережесі бар. Сол үш ережені түсініп өмірде қолдана білсек, көп уайымнан құтылар едік. Олар: тәуекелді болдырмау. Біріншісі тәуекелді болдырмау. Екіншісі тәуекелді сақтандыру. Үшіншісі тәуекелдің болуы мүмкін зардабын барынша азайту. Түсінікті болу үшін әр ережеге мысал келтірейін. Біріншісі, баламды төсекке жатқызып жалғыз қалдырсам, біз басқа бөлмеде жүргенде төсектен аунап жерге құлауы мүмкін. Бұл риск, бізді алаңдататын мәселе. Тәуекелді болдырмау ережесіне сәйкес баламызды жерге матрас төсеп жатқызамыз деп шештік. Енді көңіліміз тыныш, бір уайымнан құтылдық. Екіншісі, ертең жауапты емтихан. Кешігіп барсаң кіргізбейді. Оқуыңа әдетте автобуспен барасың. Әр нәрсені ойлап ұйықтай алар емессің. Автобус уақытында келмей қалса не істеймін? Көлік кептелісінде түсіп қалсам ше, дегендей ойлар мазалайды. Бұл да риск. Тәуекелді сақтандыру ережесіне сәйкес ертерек шығуды жоспарлап, автобус келмей қалған жағдайда таксимен баратындай қалтаңа артық ақша салып алуың керек. Үшіншісі, мен бір кәсіпорынға немесе бизнеске инвестиция құюға бекіндім делік. Барынша анализ жасадым. Инвестициялық портфелімнің 10%-ын осы бағытқа жіберсем деген ойым бар. Бәрі жақсы болса, 2 есе өсім күтемін. Дегенмен ақшамды жоғалтып алуым мүмкін деген қауіп те бар. Бұл да риск. Тәуекелдің болуы мүмкін зардабын барынша азайту ережесіне сәйкес, мен негатив сценарий орын алса, не істейтінімді алдын ала ойлап қоямын. Сол үшін инвестициялық портфелімнің 10 емес 5%-ын құюға шешім қабылдаймын. Ақша жоғалтсам, азырақ жоғалтамын. Болашаққа қатысты сізді бір мәселе алаңдатса, тәуекелді басқарудың 3 ережесінің біріне жүгінсеңіз болады. Артық уайымнан құтыласыз. Сенім. Бірде бір досым тіл үйрену жайлы сөйлестік досыммен. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деп жүрген саудадағы жігіт басқа тілді былай қойғанда қазақ тілінің грамматикасын дұрыс меңгермеген. Оған былай сұрақ қойдым: 5 жылда Оксфордқа түсетіндей деңгейге ағылшын тілін меңгере алам дегенге сенесің бе деп біртүрлі сұрақ қойғанымды жүзіндегі мысқылдап тұрсың ба дегендей күлкіден байқадым. Сенбеймін деді. Ары қарай әңгіме былай өрбіді. Жақсы, ағылшын тілінде red деген сөз бар. Таныс па? Иә, қызыл деген сөз ғой. Дұрыс. Соны жаттап алатыныңыз сенесің бе? Иә, оңай. House деген тағы бір сөз бар. Үй деген сөз емес пе? Дұрыс. Енді red house деген қалай аударылады? Айтшы. Қызыл үй. Тамаша, мұны да жаттап алатыныңа сенесің бе? Иә. Му-ды білесің ба? Му, red house. Май дегенді аударып көрші. Менің қызыл үйім. Дұрыс. Осы тіркесті есте сақтай алатыныңа сенесің бе? Сенем. Сәл күрделендірейік. This is my red house. Бұл менің қызыл үйім, яғни бұл менің қызыл үйім. Жарайсың. Осы сөйлемді ұмытпаймын деген сенімің қандай? Жоғары. Ұмытпаймын деп ойлаймын. Міне, сен ағылшын тілінде қарапайым сөйлем құрай алатын деңгейге жетіп алдың. Бастысы сен бұған сенесің. Оксфорд деңгейіне кішкене болса да жақындағаныңды сездің бе? Ары қарай you know that this my red house деп жоғарыдағы сөйлемді дамытсаң болады. Сөйтіп кішкентай қадамдармен діттеген мақсатыңа да жетесің. Бұл жердегі маңызды мәселе сенім. Күмәнданып алға қойған үлкен мақсатыңнан сеніммен жасайын деп жатқан кішкентай ісің артық. Әрбір келесі қадамның 100% сенімге негізделген. Сенім де сендегі бар әлеуетті ашады. Істей алатыныңа сенетін істерді ғана жаса. Сонда сенімің геометриялық прогрессиямен арта береді. Үлкен жобаларың не үшін аяқсыз қалып жатқанын түсіндің бе? Нені басқаша жасау керек еді деп ойлайсың. Өлімді еске алудың пайдасы.
әр іске жауапкершілікпен қарауға тырысам. Өмірде кейбір жағдайлар шиеленісіп кетеді. Сол кезде өзіме байланысты емес сыртқы факторлар үшін уайымдап, артық қалай болар екен деп қам жеймін. Жатсам да тұрсам да түйіні шешілмеген сол проблеманы ойлап жанымды қояр жер таппайтын сәттер боп тұрады. Сондай кезде жүрегімді тыныштандыратын нәрсе өлімді еске алу. Егер ертең өмірден өтетін болсам, әлгі жанымды жегідей жеген дүниелер мәнсіз боп қалады ғой. Данияр, оған бола алаңдап не қыласың? Бәрібір ертеңгі күнге дейін жету-жетпеуің күмәнді. Сол үшін дәл қазір қолыңнан келгенді істей бер. Ал ертең не боларын көре жатарсың деп өзімді жұбатам. Өлімді еске алу ойды да реттейді. Егер менің бір ай өмірім қалса, дәл қазір айналысып жүрген ісімді жалғастыра берер ме едім деп өзіңізге сұрақ қойып, шынайы жауап беріп көріңізші. Адам жүрегінің түбінде жатқан шынайы арман мақсаттары өлімді еске алғанда алдыңғы кезекке шығады екен. Маңызды деп ойлап жүрген нәрсең мәнсіз боп қалады. Өлімнің жақындағанын сезінген адам тәубе етіп, өткен қателік күнәларын түзетуге асығады. Өзі өмірден өтсе де пайдасы өзгелерге тие беретін ізгі істерді жасап қалуға барын салады. Жақындарын соңғы рет көріп тұрғандай қадірін тереңірек түсінеді. Өлімді еске алудың бір жолы өмірден өткен жақындарыңды, достарыңды еске алу. Кеше ғана ойнап күліп жаныңда жүрген еді, ал қазір олар жоқ. Қара жердің қойнында жатыр. Сені де бір күні басқалар марқұм деп еске алатын болады. Мен 2014 жылдың соңында жалғыз бауырымнан айырылдым. Жасы да 20-да еді. Жан тапсырар сәтінде қасында болдым. Ажал жасқа қарамайды ғой, жан тапсыру оңай емес екен. Өз көзіммен көрдім, әлі көз алдымда. Сол сәттер есіме түсіп кетсе, жүрегім шымырлап кетеді. Жинақы бола бастаймын. Өлім жайлы ойлар селк еткізіп оятқандай болады. Кейде өзімнің жан тапсырар сәтім қандай болар екен деп те ойлап қоям. Қалай өмір сүрсең, солай өлесің дейді ғой. Адамның жағдайы соңғы сәтіне қарай бағаланады. Күнә жасап жатқанымда фәниге аттанып кетпесем екен. Адамның ең үлкен алданышы әлі өмірім алда деген сенімі. Сол үшін маңызды деген істерді кейінге қалдырып, өзінің рухани ахуалына, Құдаймен байланысына немқұрайлы қарайды. Өлімнен қорықпау керек, бірақ өмірім мәнсіз өтіп кете ме деп қорқу керек. Жүрегім жұмсарсын, ойларым ретке келсін, мақсатым айқындалсын десеңіз, өлімді еске алып тұрыңыз. Қиындықты дұрыс қабылда. 2016 жылдың жазы мен үшін оңай болмады. Бірнеше проблема қабаттасып, еркін тыныстануыма мүмкіндік бермеді. Көлігіммен абайсызда жаяу жүргізушілерді қақтым. Жұмыста өзім тасымалдауға жауапты болған 26 миллион теңгенің тауарын жоғалттым. Көз алдым тұманданып, айналып бұлыңғыр тарта бастады. Енді не істеймін? Қаққан адамдарының жарақаты қатты болып қылмыстық іс қозғалып кете ме екен? Жоғалған тауар табылмаса 26 миллион теңгені өз қалтамнан шығаруым керек болады. Мұндай ситуацияда позитивті ойлау өте қиын. Дегенмен еңсемді түсірмедім. Бұл да бір Алланың сынағы еді дедім. Алла мені сүйеді, маған қалайтыны тек жақсылық. Мына ситуацияға салып, менің кейбір нәрсені тереңірек түсінуімді, мықтырақ, данарақ, сабырлырақ болуымды, өзінің көркем есімдерін өмірден көріп, оны тани түсуімді қалайтын шығар деп өз-өзімді жұбаттым. Іштей соңы жақсы боп кететініне 100% сендім. Тек уақытша белгісіздік, енді қашан деген шыдамсыздық күйі тыным бермеді. Дәл сол сәтте қолымнан келетінді істей бердім. Жанымды жегідей жеген ойларға барынша ерік бермеуге күш салдым. Оның орнына жақсы нәрсе ойлауға тырыстым. Түптеп келгенде бұл ситуацияны проблема немесе проблема емес деп қабылдау тек маған байланысты. Оптимист проблемадан мүмкіндік көреді, пессимист мүмкіндіктен проблема көреді. 2-3 айдай осы күйде жүрдім. Алланың қалауымен бәрі мен ойлағаннан да жақсы боп шықты.
Жаяу жүргіншілерге еш зиян тимепті. Айыппұл төлейтін болдым. Жүргізуші куәлігімді қайтарып берді. Жоғалған тауар ойламаған жерден табылды. Басқа қалаға кетіп қалыпты. Алаңдасам да, алаңдамасам да болатын іс болды. Түсінгенім, өмірдегі қиындықтарға қатысушы ретінде емес, бақылаушы ретінде қарай білу керек екен. Мысалы, сіз көріп қойған киноңызды қайта қарағанда басты кейіпкердің жағдайы қанша мүшкіл болып жатса да, қам жемей отырасыз. Себебі соңы жақсы болатынына білесіз. Сол сияқты өмірдегі қиындықтарды оның қиындық ретінде көрмеу де сізге байланысты. Негізі дұрыс қабылдай біліңіз, көңіліңіз тыныш болады. Жоқ деген сөзді естуден қорықпа. Оқу бітіріп жұмысқа тұрған кезім, 3 ай сынақ мерзімі өтті. Айлығым $1000 болатын. Кеше ғана студент болған жас маман үшін жаман нәтиже емес. Қызықтың бәрі алда еді. Бастығым тәжірибемнің аздығына қарамай үлкен жобаларды мойныма артып берді. 6 ай бойы барымды сап еңбек еттім. Білмейтінім көп еді. Ең бастысы, үлкен қателіктерге бой алдырмай берілген тапсырмаларды абыроймен орындап шықтым. Бойда бір сенімділік пайда болды. Сосын неге бұдан да көп ақша таппаймын, компанияға сіңірген еңбегімде аз емес қой деген ойлар келе бастады. Содан бастығым айлығымды 2 есе көтеріңізші деп сұрауға бекіндім. Бірақ жоқ, кішкене шамаңа қарап алсай десеше, мүмкін әлі ол дәрежеге жетпеген шығармын деген ойлар кері тарта бастады. Бұлай қарасаң, сұрай салу тегін ғой. Ары кетсе жоқ дейді. Бұрынғы айлығымды ала берем, ештеңе жоғалтпаймын. Ал егер иә десе, онда табысым едәуір артады. Сөйтіп қысылып тұрсам да сұрай салдым. Бастық мен сұраған айлықты бере алмайтын, бірақ $1,500 болатынын айтты. Қуандым. Сөйтіп жаңа жалақымды 1 жыл бойы алып отырдым. Сонда бір рет жоқ деген сөзді естуден қорықпай қадам жасағанымның арқасында 1 жылда қосымша $6,000 табысқа кенелдім. Абайдың ер мен ездің айырмашылығы жайлы мына сөзі еске түсіп тұр. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылып берсең де разы болмас. Жоқ деген сөзді естуден қорқып, талай жігіттер қыздарға сөз салуға бата алмайды. Болашақ жарыма алғаш чатпен SMS жазғаным есімде. Қалай бастасам болады, не деп жазсам екен деп мың ойланып, мың толғандым. Өзім ұнатқан әдемі қыздың алдында сондай боп қаласың. Ол кезде де жоқ сөзін есту қорқынышы бар еді. Яғни қабылдамай қойса не істеймін деген қорқыныш. Ақыры жазатынымды жазып, сенд батырмасын басып жібердім де чатты жауып тастадым. Кейін ол жауап жазғанда қорқыныш сейіліп, әрі қарай әңгімеміз жарасып кетті. Сол кезде жасаған қадамының арқасында бүгін міне оның қолынан шай ішіп, сәбиімізді аймалап отырмыз. Жоқ деген сөзді естуден қорықпаңыз, үлкен жетістіктерге жетесіз. Табысыңыз артады, бақытты өмір сүресіз. Мүмкіндік пен дайындық. Магистратура бітірген кезім, бірде маған Лондоннан Cisco компаниясының өкілі хабарласты. Cisco желілік технологиялар саласында әлемдегі номер 1 компания. Негізі олар қоңырау шалады деп ойламадым. Алдында LinkedIn деп бір вакансиясын көргем. Енді оқу бітірген жас мамандарға арналған жұмыс дегенде Алтай Амстердамда сені оқытып дамытады. Сосын Алматыдағы офисіңде жұмысыңды жалғастырасың. Өтініш қалдыра салдым. Енді міне хабарласып тұр. Сөйтсек, интервью уақытын белгіледік. Кездесу онлайн болмақ. Келісілген уақытта Cisco өкілі хабарласып, 45 минут бойы сұхбаттастық. Ағылшын тілін ұмыта бастаппын. Кейбір сұрағын толық түсінбедім. Күмілжіп ойымды дұрыс жеткізе алмадым. Оның үстіне кейбір техникалық сұрақтарға
дайын болмадым. Нәтижесінде мені жұмысқа алмайтын болды. Жап-жақсы мүмкіндікті уысымнан шығарып алдым. Тіл меңгеруді де не үшін жалғастырмадым? Ең болмағанда күнделікті қайталап отыруым керек еді ғой. Өз салам бойынша не үшін қосымша әдебиет оқымадым деп өзімді сөге бастадым. Иә, мойындау керек, менің дайындығым нашар еді. Күнде алдымыздан осы сияқты мыңдаған мүмкіндіктер шығып тұрады. Біз дайын болмаған соң көп мүмкіндікті пайдалана алмай жатамыз. Жетістікке жету үшін екі шарт орындалуы керек. Мүмкіндік туғанда және өзің соған дайын болғанда жетістікке жетесің. Негізі мүмкіндік іздеуге емес, өзіңді дамытуға көбірек көңіл бөлген дұрыс. 80% адам мүмкіндік іздеп жүр. Қалай көп тапсырыс алсам екен, қалай таныс тапсам екен, қай жердің айлығы жақсы, ол жерге жұмысқа тұру үшін не керек екен дейді. Мүмкіндіктер ойламаған жерден келіп жатады. Мысалы, дәл қазір сізге біреу сататын текст жазып берші, 30 000 теңге берем десе, копирайтингті үйреніп алу керек еді осы деп жүрген сіз бұл мүмкіндіктен құр қаласыз. Тек дайын болуың керек. Өзіңді дамытуды тоқтатпасаң, мүмкіндіктерді шертіп жүріп таңдайсың. Талғамыңды арттырғың келсе, әдемі шешім қабылдау үшін талғамың дұрыс болуы керек. Бірде өлеңдерімді ақын Алмас Темірбай ағаға тексерткен едім. Ол кісі ақындарды көбірек оқы, өлеңге деген талғамың қалыптасады деп кеңес берді. Дұрыс қой, талғамың, вкусың жақсы болса, жаман өлең жазбайсың. Себебі әдемі өлеңнің эталонын, үлгісін көрдің. Талантты видеограф Қыран Талапбек бауырымда бір сұхбатында күнде кешкісін жатарда 5-10 минут әдемі видеоларды қараймын. Сол арқылы талғамымды қалыптастырам. Менің артықшылығым сол талғамымда шығар деген еді. Киімге деген талғамым жоқ деп ойласаңыз, сән журналдарына немесе әлеуметтік желідегі сәйкес парақшаларға жазылып қойсаңыз болады. Күнде түрлі киім үлгілерін көріп, талғамыңыз қалыптасады. Түрлі дәмханалардан тамақтанатын адамның тағамға деген талғамы пайда болады. Руслан Меделбек деген досым бар, спорт журналисі. Бірақ музыкаға деген талғамы мықты, себебі ол музыка көп тыңдайды. Голос сияқты жобаларды сағаттап қарай алады. Кейінгі шыққан әндердің бәрінен хабардар боп отырады. Жақсы мәтін жазу үшін де жақсы авторларды оқу керек. Копирайтинг шеберлері Дмитрий Кот пен Андрей Парабилумды оқып, жазу стилімді біраз өзгерттім. Жазбаларым сәтті шығып жатса, дұрыс авторларды оқығанымның жемісі. Бұрын көлікке деген талғамым тұрмақ, қызығушылығым да жоқ еді. Тіпті соның төңірегінде әңгіме болып жатса, түк түсінбей отыратынмын. Соңғы кезде Колесо, KZ-тен бастап Toyota, Lexus, Kia, Audi тағы басқа ресми сайттарын ақтарып, YouTube-тен көліктердің видео шолуларын қарап жүрмін. Қазір талғамым біршама қалыптасқан. Ақ пен қараны ғана емес, сары, жасыл, қызыл басқасын да ажырата аламын. Сізде бір сәт қай салада және қалай талғамымды арттыра алам деп ойланып көріңізші. Өзіңмен күрес. Өзін жетілдіргісі келген адам неден бастау керек? Өзімді дамытам, жеке дамуыммен айналысам деген адам мына 4 нәрседен бастауы керек. Тамақты шектеп, ұйқыны азайтып, үшіншісі көп сөзді қойып, төртіншісі оңашаланып тұруы керек. Біріншісі тамақты шектеп, екіншісі ұйқыны азайтып, үшіншісі көп сөзді қойып, төртіншісі оңашаланып тұруы керек. Бұл ислам ғалымдарының кеңесі. Осы кеңеске амал етуге талпынып жүрген жайым бар. Тамақ, ауру астан деген сөз рас. Бір тамақты қойыртпай келесі тамаққа көшеміз. Кейде өмір сүру үшін тамақ жейтін емес, тамақ жеу үшін өмір сүретін жандарға ұқсаймыз. Көп уақытымыз тамаққа кетеді. Негізі қарын ашқанда ғана дастарханға отыру керек. Соңғы рет қашан аштық сезімін сезіндіңіз? Тамақты шектеу үшін аптасына 2 күн дүйсенбі мен бейсенбі ораза ұстауды әдетке айналдыра бастадым. Қыстыгүні күн қысқа, соны пайдаланып жақсы бір әдет қалыптастырып алғым келеді. Кейін жазда күн ұзарғанда жеңіл болады.
Ораза кезінде ағза демалады, тазарады. Жақсы бір профилактика бұл. Ойың да жинақы, себебі тамақты ойламайсың. Өнімділігің де артады екен. Жалпы ашығудың пайдасы жайлы біраз ғылыми еңбектер жазылды. Әлем ойшылдары да соны растады. Ұйқы. Тамақ аз жеген соң ұйқы да қыспайды. Тамақ қорытуға көп энергия жұмсағандықтан ұйқымыз келеді, жалқаулық басады. Сағаттап ұйықтасаң да ұйқың қанбайды. Қанша сағат ұйықтағаныңнан гөрі қаншалықты сапалы ұйықтағаның маңызды. Мысалы қазір 5-6 сағат ұйықтап жүрмін. Тыңмын. Бөлменің салқын болғаны жақсы. Сапалы ұйқы, терең ұйқы. Терең ұйқы үшін ең қолайлы температура +15 градус. Ұйқы үшін әр сағаттың сапалылық коэффициентін де ескеру керек. Мысалы 10 мен 4-тің арасында 6 сағаттық ұйқы, 12 мен 6-ның арасындағы 6 сағаттық ұйқыдан сапалырақ. 10 мен 1-дің арасындағы ұйқы кезінде ми тынығады. 12-ден 3-ге түнгі 3 кезіндегі дене демалады. Байқасаңыз, кейде 1-де жатып сағат 10-да тұрсаңыз да басыңыз сынып тұрады. Бұл ми демалуы керек уақытта ұйықтамағаның салдары. Көп сөз. Мен көп сөйлемеймін. Маған тыңдаған ұнайды. Адам көп сөйлеген сайын қателік жасау ықтималдығы да жоғарылайды. Кезінде адамдар өзін тәрбиелеу мақсатында аузына тас салып жүрген екен. Оңашалану. Оңашалану жайлы сопылық әдебиеттерде де, батыстық тренингтерде де көп айтылады. Бір сәт өз-өзіңмен қалып ой жүгіртуің, өміріңді саралауың керек. Мен көп оңашаланам. Интроверттік табиғатымнан болар. Жалпы дүниелік ақпараттық шуды тастап, оңашаланған кезде даналық есігін ашқандай боласың. Небір ойлар туады, жоспарларыңда дұрысталады. Нәпсіні қалай тәрбиелейміз? Бұл жазбамда нәпсіні тәрбиелеуге арналған бір әдіс жайлы жазсам деп едім. Бұл исламның ұлы ғалымы Әл-Ғазали ұсынған мурабат деп аталатын әдіс. Бұл 4 қадамнан тұрады. Біріншісі мушарата, өз-өзіңмен келісім шарт жасау. Екіншісі күні бойы өз-өзіңді бақылау. Үшіншісі кешке өзіңе есеп беру. Төртіншісі шартты бұзған үшін нәпсіңді жазалау. Мурабата әдісін қалай қолдануға болатынын көрсету үшін қарапайым мысал келтірсем. Мәселен, сіз ұйқы қысып нәпсіңізге беріліп таң намазына тұра алмай жүрсіз делік. Күн сайын кезекті таң намазын қаза қылып келесіз. Бұған етіңіздің үйренгені сонша күнәнің ауырлығын сезінуден қалдыңыз. Енді қайтпек керек? Жазбаша түрде өз-өзіңізбен ендігәрі таң намазын қаза етпеуге келісім шарт жасайсыз. Ең бастысы, шарт бұзылған жағдайда қолданылатын жаза түрін де көрсетіп қоясыз. Ал енді нәпсіні қалай жазалаймыз? Денеге физикалық зиян келтіруге болмайды. Себебі денеміз аманат. Нәпсіні ұнатқан нәрсесінен айырып немесе ұнатпаған нәрсесін істеу арқылы жазалауға болады. Біздің жағдайда жаза ретінде 50 рәкат нәпіл намаз оқуды алса болады. Келісім шартыңызды осы келісім шартты толықтай орындауға Алланың алдында уәде беремін деген сөздермен бекітіп қойыңыз. Енді сізді нәпсіңіз таңда ұйқыңызды қимай жатқан кезде алдай алмайды. Себебі шартқа сәйкес сіз қазір тұрып таң намазын оқымасаңыз кейін 50 рәкат оған шамамен 1-1,5 сағат уақыт кетеді. Оқуға тура келетінін білесіз. Ал бұл нәпсіге өте ауыр тиеді. Сол үшін жылы төсектен тұрып таң намазын уақытында оқу сізге жеңілірек болады. Төменде келісім шарт кестесі берілген, үлгі ретінде қолдансаңыз болады. Нәпсіні тәрбиелеуге арналған өз-өзіңмен келісім шарт. Есімің, менің әлсіз тұсым. Бұл не үшін маңызды? Есеп беру уақыты. Шарт бұзылған жағдайда қолданылатын жаза уақыты. Жалқаубек. Есімі, мысалы, Жалқаубек. Менің әлсіз тұсым. Нәпсіме берілген таң намазын қаза етіп қоя берем. Бұл не үшін маңызды? Таң намазын оқу парыз.
есеп беру уақыты күнделікті кешке. Шарт бұзылған жағдайда қолданылатын жаза: 50 рәкат нәпіл намаз оқу. Уақыты 01:01:20. Осы келісім шартты толықтай орындауға Алланың алдында уәде беремін. Қолтаңба. Жаза түрлерінің мысалдары: Құран немесе басқа кітап оқу 50-100 бет, садақа беру 5.000 10.000 теңге, ораза ұстау 1-3 күн, 50 рәкат нәпіл намаз оқу, үйді немесе мешіт әжетханасын тазалау, тағы басқа. Данияр Жігітбек. Әлеуметтік желіге тәуелді боп қалдым. Бір жас жігіт: оқырманым менен әлеуметтік желіге тәуелді боп қалдым, қалай шектесем болады деп сұрады. Мен былай деп жауап бердім: сіздің әлеуметтік желіге тәуелді болып қалғаныңыз проблеманың салдары. Ал енді соның себебін іздеп көрейік. Меніңше бұған себеп сіздің қызығып айналысатын ісіңіз немесе мақсатыңыз жоқ. Сіз менен қазір әлеуметтік желіні қалай шектесем болады деп проблеманың салдарымен күресу жолын сұрап тұрсыз. Мен сізге өзіңе бір ай кірмеймін деп сөз бер, уәдені бұзсаң 5.000 теңге садақа жасайсың деп кеңес беруі мүмкін. Бірақ көп ұзамай бұл әдіс сізге тиімсіз көрініп, өзіңізді қинап жатқаныңызды байқап, ерік-жігеріңіз жетпей, бәрін тастап, бұрынғы әдетіңізге ораласыз. Сол үшін ең алдымен кез келген проблеманың себебін тауып, соны шешу керек. Салдарына сосын кірісесің. Ағашты жұлсаң, тамырымен жұлып тастау керек. Сонда ол қайта өсіп шықпайды. Жапырағын, бұтағын кесіп тастай беру нәтиже бермейді. Сізге қазір виртуал өмірің шын өмірден қызығырақ болып тұр. Басқаша айтайын, шын өмір сіз үшін қызықсыз. Ол қызық болу үшін жаңа істерді істеп көруіңіз керек. Бұрын-соңды бармаған жерлерге бару, жаңа адамдармен танысу, бұрын-соңды оқымаған кітаптарды оқу, тағы басқа. Бәрін көріңіз. Мақсат қою мәселесі. Мақсатыңыз болса, өмір автоматты түрде қызық бола бастайды. Мақсат қояйын десең, не қалайтыныңды білмеуің мүмкін. Онда нені қаламайсың, соны ойла. Сол кезде мақсатыңды табу оңай болады. Мысалы, қазір уақытыңды босқа өткізсең, жұмыссыз қаласың. Жұмыссыз қалсаң, отбасың асырау үшін 60-тағы анаң еден жуып кетеді. Соны қалайсың ба? Міне мақсатыңда айқындалып қалды. Емтиханнан құлап стипендиядан айырылып қалуды қатты қаламайтын студенттің емтиханға дайындалып отырғанда Инстаграмға кіріп кеткенін елестету қиын. Кейде күрес нәтижесін бермей жатса, стратегияны өзгертіп, дұшпаның жаққа қарай өтіп, проблеманы өз пайдаңа шешуді ойлау керек. Онда менің жауабым мынадай болады: егер әлеуметтік желіде отыру сені байырақ, білімдірек һәм тақуалырақ етсе, онда оны шектеудің қажеті жоқ. Ал егер олай болмай жатса, онда әлеуметтік желі арқылы байырақ, білімдірек һәм тақуалырақ болудың жолдарын қарастыр.